Әр адамның арманы болады. Біреу теңізді көруді армандайды, біреу тауларға баруды армандайды. Ал менің арманым саяхаттау, жаңа жерлерді көру, жаңа адамдармен танысу. Сондықтан мен бір шешім қабылдадым. Әр сапарымды бөлісуді. Себебі кез келген арман бір қадамнан басталады. Арманыма бір қадам, бірінші бөлім, Тбилиси. Ал бастайық кет, бір қадам сайық. Уақыттағы алтынды жұмсап жүрсің көшеде, сенің қандай мақсатың? Ертең қайда барасың? Тыңдап алып ақылын. Айтты менде турасын, бірақ менде арман бар. Шынымды айтсам, Тбилиси мүлдем бөлек екен. Атмосферасы сразу бірден сезінеді ғой. Кішкентай қала сияқты, бірақ вайбы бөлек. Күшті керемет. Мұратыма жетелеп, аспандағы жұлдыздай, саны берсең өте көп. Бірінші локациямыз бұл Тбилисидің үлкен велосипед деген инсталляциясына келдік. Бұл инсталляцияның мағынасы қозғалыс пен еркіндік деген символды береді. Ғарышты мен армандап, бала болған кезімде балықшы боламын деп, жазда балқаш көлінде. Алдымызда кездестірген бірінші кафеге кіріп көрдік. Хачапури мен хинкалиді заказ беріп көрдік қазір. Қалай болады дәмі Алматымен салыстырып көргенде. Ана жолы Алматыдан шығарда мен әдейі специально хачапуриді жеп көрдім. Чтобы Грузияға келген кезде дәмі татам деп. Салыстырам деп екеуі қалай болады екен. Сондықтан біз андай таңдап, қай жер күшті екен деп таңдаған жоқпыз, бірақ бірінші кездескен жерге тоқтай салып. Хинкалиларды келсін көреміз. Ал енді міне заказ берген хачапури мен хинкалиіміз келді. Дәмін көрейік қалай болады екен. Бірінші рет өзім. Қалай жейтінді білмеймін ғой өзім. Бірақ Алматыда жеп көрдік енді. Сол сравнивать ету үшін. Дәмі негізі күштіден. Алматыдан қарағанда, Алматыда үстіндегісі қатпаған сондай болады, всегда. Мына жер үсті ортасы елесеп, бірақ үштіп тұр ғой. Үсті керемет. Үстіна хинкалиді қалай жейтін негізі білмеймін мен. Бірінші рет жауадық қыз. Дәмі түскен. Біздің мантыға ұқсайды негізі кәдімгі ғой. Тура манты, бірақ ана тесасы кішкене басқанда ғой. Что? Тек тоқтама. Күнің алда. Бұл Тбилисидің ең танымал орындарының бірі бейбітшілік көпірі. Бұл көпір 2010 жылы салынып, басты идеясы өткен өмір мен қазіргі өмірді байланыстыру болып саналады. Сол. Бұл жерге келердің алдында ойлағанмын, бұл жай ғана мост қой, не қызығы бар деп. Бірақ келгеннен кейін өз көзімен көрген соң басқаша екен. Себебі бұл жерде екі түрлі қала бір-бірімен байланысып тұрғанын көресің. Сол үшін бір түрлі ерекше сезім береді. Біз енді Грузияның ең ерекше жерлерінің біріне келдік. Грузия хроникалары деп аталады бұл жер.
Қарасаң үлкен көрінеді. Еще тағы да қорқынышты көрінеді екен негізі. Бұл жерде тұрған кезде бір түрлі сезім болады екен. Тыныш сияқты, бірақ ішінде бір ауырлығы бар. Масштабы үлкен болғандықтан ба, өзіңді кішкентай қылып сезінесің. Ательге барып киімімізді ауыстырып келдік. Тбилисидегі ең үлкен соборға, Самеба, яғни қасиетті Троица деген собор. Үлкендігі енді айтамаймын, үлкені күшті, керемет. Айтты маған ақылдар, көрінбейсің ісіңде, уақыттағы алтынды. Ішіне кірсең, атмосферасы тып-тыныш. Үндемей просто жай тұрғың келе береді. Тыңдап алып ақылын, айтты менде турасын, бірақ менде арман бар. Таулардан да асатын арман бар. Соңында собордың қасындағы бір мейрамханаға кіріп, шайымызды ішіп, хачапурийімізді жеп, күнімізді осылай жай ғана, бірақ өте жақсы көңіл күймен аяқтадық. Жұлдыздай саны берсең өте көп, саны берсең өте көп. Ғараштым мен армандап, бала болған кезімде балықшы боламын деп, жазда балқаш көлінде көңілімді аулады. Енді біз келесі локацияға бара жатырмыз. Ол Часовая башня театра имени Резо Габриадзе дегенге. Қазір жеткен кезде көрсетемін. Бірақ менде арман бар, таулардан да асатын арман бар. Ал бұл жерді атақты грузин режиссері мен суретшісі Резо Габриадзе жасаған. Бұл мұнараны арнайы қисық, ескі стилінде салған екен. Өз қолымен түпістерін қаластырып, деп жазылған еді. Википедияда. Санай берсең өте көп. Мұнда адамдар асықпайды екен. Әркім өз ритмімен өмір сүріп жатады. Біреу жай отырып кофе ішіп отырады, біреу сөйлесіп тұрады. Ешкім ешқайда жүгіріп жатқан жоқ. Мүмкін өмірдің мәні де осында шығар. Асықпай әр сәттен ләззат алып өмір сүру. Инстаграмға, Pinterest'тегінде суреттер керек болса, осы локацияға келулеріңізге болады. Бұл локация Мтацмида деген паркта орналасқан. Біз әйеліміз екеуміз өзіміз әрең таптық осы жерде. Іздеп жүріп. Келіңіздер, түсіріп кетсіңіздер. Енді біз жаңа жерге келдік. Бұл жер Кварц кофе деп аталады. Кофейня стаканчикке өз портретін салып береді екен. Кеттік ішіне барып кіріп көрейік. Айтты маған ақылдар, көрінбейсің ісіңде, уақыттағы алтынды. Ал енді мына отырдық. Қазір бізге портрет салып береді маған стаканчикке. Күтейік. Қазір осылайын салып болғаннан көрсетемін. Қайда барасың, тыңдап алып ақылын, айтты менде турасын, бірақ менде арман бар. Өзіме ұқсаймын екен. Келіп осы жерден заказ берсеңіздер болады. Өз портреттерімізбен бірге. Арман бар, мұратыма жетелеп, аспандағы жұлдыздай, саны берсең өте көп, саны берсең өте көп. Бұл Тбилисидегі әйгілі күкіртті моншалар орналасқан аудан.
Бұл жерді Абана Тубани деп атайды. Негізі жалпы Тбилиси осы моншалардың арқасында пайда болған деп айтады негізі. Орысша айтқанда Северные бани. Суретшінің өмірі енді ән шырқап жүрмін бар доспен әлемге бірақ менде арман бар таулардан да асатын арман бар Әр сапарым маған бір нәрсені түсіндіреді. Әлем деген өте үлкен, ал армандар одан да үлкен екен. Бүгін мен тағы бір қадам жасадым, бірақ бұл жолдың басы ғана. Алға Казахстан, из Тбилиси на Рикала. Встречаем вас с национальным гимном Казахстана. Алтынбек, Казахстан.